Ассалаумалейкум жігіттер. Мысалға, мынау Европада жүргенде самолеттің қалай несін қарайтын, расписаниясын қарайтын, сондай нелерді мен суретке түсірейін деп тұрмын. Мысалға, міне мына жерде рейс 301 дейді. Рейс 301. Осы самолеттің рейсі 301-ші рейс. Енді осы 301-ші рейс, мысалға, бізде Стамбулдан Прагаға кетуіміз керек та. Міне тұр ол бізде. 301 Прага деп тұр, Енді өш жерге мынандай ол жасыл болып жану керек. 204 В дейді табличка. Түсінесің ба? Мынандай ол жасыл болып мына жерге жану керек, мына Праганың тұсына. Қай неге баратыныңды, позицияға баратыныңды көресің сонда. Короче, ана жерде мысалы мына жерде 307, 301 деп тұр ғой. Ана жерде деп тұр, 307 Д деп тұр да. Мысалға сондай сияқты мына жерге түсу керек. 307 Д деп. 307 Д, мысалы 201 В деп тұр ғой. Сондай ана жерге самолетке мінетін жерге жақындайсың. Сол жерден сізді контрольдан өткізеді. Түсіндір алдым ба? Ал жанына шықпаса өзіне где-то сағаты болады шығатын. Біздерге бүгін 11:10-да бізге уже 303 рейстің қай жерге тоқтайтынын мынау арқылы көрсететін. Мынау аймақ зона. Қай выходқа келетіні сіздің самолетіңіздің несі. Түсіндір алдым ғой да? Міне мынау рейстер 305, 301 деме деген, біздердікі 301 деген рейс. Бізге әлі мынауымыз жанған жоқ. Мынандай ол жасыл болып жанғанда біздер соға таблоға барамыз, со таблоға.